Ассалаумағалейкум достар. Бүгін кезекті сабақ, 15-ші сабақ, мөр, яғни печать жасап үйрену. Ал бастайық. Өздеріңіз білесіздер, әрбір жеке кәсіпкер, болмаса компания, фирмалар, олардың өздерінің мөрлер болады. Және де тек қана олар емес, мемлекеттік қызмет органдарында да мөр болады. Яғни соны біз осы біздің CorelDRAW программасында үйренетін боламыз, қалай жасау керек екенін көрсетейін. Қазір мына жерге қ деген әріп жаза салайық. Бірінші бізде қараңыздар, мынандай жеке кәсіпкердің ТО, яғни жауапкершілігі шектеулі серіктестігі ТО-ның печатын жасап үйренеміз. Алдыңғы сабақтарыңызды еске алыңыздар. Текст пен мәтінмен жұмыс істеген кезде осының барлығын алдыңғы сабақта үйренгеннен барлығын қайталайтын боламыз. Қараңыздар, контролды басып тұрып кругты басамыз, шеңбер сызамын, және мына алдын ала дайындап қойған осы менің мәтінім бар, осыны жеке-жеке қойып шығамын, Ctrl-K арқылы арасын бөлемін, міне. Енді қараңыздар, мынаның бізде қалыңдығы бар екен. Қалыңдығын біз мына миллиметрге айналдырайық. Оны деген F12-ді бассаңыздар, бізде мен пунктыны миллиметрге ауыстырасыз, сол кезде шығады. Енді мына жерде қалыңдығын өзіңіз өзгертіп отырыңыздар. Бізге осы болады екен. Енді келесі тағы бір кругты shift'ті басып тұрып ішіне түсірейін. Бұл сәл жіңішке болсын, 0,5 жасайық. Міне. Енді тағы бір түсірейін кішірек. Бұл осындай болсын. Мына ішінде ең сыртқы мына жерге Қазақстан Республикасы Астана қаласы деген сөзді қойып шығамыз. Ол үшін екі рет басасыздар. Мынаны белгілейсіздер, болмаса Ctrl-ны басасыздар да копировать етесіздер. Яғни Ctrl-S әрпін басасыздар. Мен болмаса былай аласыздар. Копировать басасыздар да. Және мына жерге текстің бойына әкелген кезде бізде шығады. Осы жерге әкелген кезде міне. Осылай бізде бигонок шығады. Я болмаса, мынаны бүйтіп алып келесіздер да, алдың үйреткен дегендей мышканың оң жағымен тарттырып жібере саласыздар текст керек жерге. Текст вдоль кривой дейтін. Оны сәл түсіреміз. Қазақстан Республикасы Алматы қаласы. Қарап отырсаңыздар сәл үлкен екен. Шрифттің размерін өзгертейік. Міне кішірейді. Енді мынаны шет жағын тартып тұрсаңыздар, жан жаққа бірдей арақашықтықта үлкейіп отырады. Енді келесі бізде жауапкершілігі шектеулі серіктестік дегенді басайық. Ctrl-A мен барлығын выделять еттім, копировать еттім. Енді бұны былай істесе болады, жаңа айтқандай. Тартып тұрып жібере салсақ, текст вдоль кривой. Бұны біз мына жаққа түсіреміз. Байқап отқандарыңыздай шрифт үлкен екен, 16 дейді. 16 бізде мына қандай болды? 18-де 0,5 екен. Осы шрифттің размерін көшіріп алайық. Копировать ставить. Copy, Ctrl-C, Ctrl-V-ға бастық. Енді мынаны бүйтіп алып келіп отырамыз да, жылжытып отырамыз. Бізге мына жауапкершілігі былай қарап тұр екен, біз жоғары қарап қалды. Ол үшін осыны басқан кезде бізде мына жақтан жоғары жақта екеу шығады. Зеркаль, яғни горизонтальды және вертикал түрде айналдыру дейді. Біз екеуін де басамыз, сол кезде бізге мына жаққа шығарып береді. Көріп отырсыздар ғой. Әр осы істеп отқан нәрсенің бәрін жаттап, және пауза қойып, тоқтатып, қайталап көріңіздер. Қолдарыңыз үйренсін. Міне. Былай айтқанда біздікі болды. Енді мына шеңберді бізге алып тастау керек болатын болса, қарасаңыздар, міне. Астындағы жазумен бірге қозғалып жатыр. Ол үшін біз осы белгілеген соң выделять етеміз, Ctrl-K әрпін бассақ, міне. Бізде бір жеке басайық. Мына жеке кесіп берді. Яғни ол әдісті болмаса мынаның объектінің ішіне кіресіздер де разъединить дейді. Міне. Осы жаңа Ctrl-K айттым, осыны бассаңыздар, міне жеке шығарып берді. Және келесі дейді Республика Қазақстан дейді. Дәл осы мына бағанағы шрифтті мынаны бүйтіп көшіріп аласыздар да. Мына жаққа бір басасыздар. Мына шеңбердің ішінен тағы бір шеңбер сызайық. Осы ішіндегі шеңбердің бойымен бізге шығарып беру керек осы текстіні. Мынаны аласыздар да, текстін басып тұрып, мышка оң жағына әкелесіздер. Текст вдоль кривой. Міне. Болмаса, алдындағы үйреткендегідей осыны белгілейсіздер текстін. Сосын текст деген жоғары жақтағы кіресіздер да. Текст вдоль пути дейді. Осыны әкелесіздер де өзі қойып беретіні. Көріп отырасыздар.
ұнаған кезде баса саласыздар тарс еткізіп. Үлкен емес, кішірек шрифтпен жазайық. Өйткені мына жерге келіп тұр ғой. Шамамен 12 жасайық. Болады. Ол жерден бірден Ctrl-K арқылы бөліп тастауға болады. Басып Ctrl-K арқылы. Келесі мына ұру жазу товарищество. Мынаның шрифтін бірден келтірейік. 12, мынанды 12 келтіріп алайық. Қайта жасап отқанша. Текстқа кіресіздер. Тегіз вдоль пути. Міне. Қойып берді. Бағанағы әдіс бойынша мынаны былай қарай зеркальтетеміз және вертикал түрде зеркальтетеміз. Бізге енді мына қызыл жатып тұр, осының бойымен мынаны бет тартсаңыздар, ішіне өтеді. Міне. Бағанағы әдіс бойынша коннан басқан соң Ctrl-K-ны басасыздар. Міне. Болмаса объекттің ішіне кіріп, мына разъединить текст вдоль пути дейді. Осын бассаңыздар болды. Мына ішіндегі шеңберді алып тастаңыздар, келді. Мына бір жұлдызшаны қайдалай жасамыз десеңіздер, міне текстін бір рет басасыздар да, бізде цифрлық жақта өзіңіз минустың жанында сондай не бар, арнайы осындай жұлдызша бар. Осыны қолдануға болады дәл осы жерге. Міне басамын, мына жаққа көшіремін. Сәл үлкейтуге болады екен. Shift-ті басып тұрып үлкейтіп жатырмын. Мына жерге қоямын да, сәл кішірейтемін. Енді дәл ортасына IP-ның кез келген атын жаза салып, біздің жаза сайын, мысалы мен Coral деп жазып қойын просто. Осын центровать ету үшін білесіздер. Shift-ті басып тұрып, E әрпін және C әрпін бассаңыздар, ортасына алып келеді. Шамалы Shift-ті басып тұрып үлкейтейік, үлкейетіні. Ортасындағы қалыңдатайық 1 деген миллиметрге, 1 миллиметрге. Міне. Енді осыны печатьқа ұқсады ғой, ұқсады. Осыны енді бояу үшін тексттердің бәрін белгілеп аласыздар да. Текстін жоғарғысынан текстін ажырамапты, оны бағанағындай Ctrl-K арқылы бөліп тастайық. Тексттердің бәрін былай белгілеп алдық. Ctrl-G арқылы группировать етейік. Енді түс бере салайық оған. Міне, кез келген түс мына жерден былай. Мына шеңберлердің барлығын контур болғандықтан, бұны біз мышканың сол оң жағымен ғана боямыз. Міне, ішкі жағымен боясаңыздар, іші боялып кетеді шеңбер. Бізге сырт боялу керек. Міне, осылайша мөрдіп жасауға болады. Енді бізде келесісі мынау гербпен қолданған. Әрине бұны да дәл осындай әдіспен жасауға болады. Қысқаша мен тезде жасап көрсеткенін жасап тастайын. Сіздер сол әдісті алдыңғы әдіс бойынша қолдануларыңызға болады. Шеңбер сыздым. Шеңбердің ішіне тағы бір шеңбер. Сыртынан жасайын. Не дейді, Қазақстан Республикасы деген сөзді қайталап жаза беріпті. Бұны текстқа керекті. Текст вдоль пути. Және размерін кішірейтейін. 10 размер бола екен. Дәл ортасына келейік. Тағы кішірейтейік. 9 және жирный алайық. Міне. Копировать етем да, жаңа пробел басып. Көзіме шөрмен. Мысалы, пробелін битіп аламын да, тағы да копировать етем. Мына жаққа келем да, бұл Ctrl-V. Сол көзі 3 жағында болды. Қарап отырсаңыздар, мына жерде 1, 2, 3 тал екен бұл жерде де. Мынаның арасын ашып жіберуге болады. Мынаны өз неге бассаңыздар, создание форма дегенге бассаңыздар, үстіпсе болады. Ctrl-K арқылы арасын бөліп тастайсыздар. Міне. Пипеткімен цветін алсайын. Ctrl-K арқылы текст пен шеңбердің екеуін ажыратайық.
шеңбердің ортасын алып тастадық. Және текстті мына жерге келтірейік. Примерно осы жерден келіп тұр ғой. Мына жақта тағы бір нотариус деген келеді. Және сосын ортасына герб келеді екен. Гербті біз интернетке жазсаңыздар, герб Қазақстана деп болмаса, Қазақстан Республикасының елтаңбасы вектор деп жазсаңыздар шығарып береді. Мен оны алдына дайындап қойғам, міне. Қазақстан Республикасының елтаңбасы векторлы түрде. Shift E, Shift басым да, E-ді және S әрпін басым. Так. Кешіріңіздер. Тамағым қырнап тұр. Мұнан үлкейтейік. Және жаңағы түспен бой салайық. Бұлай үлкейтуге болады. Гербімізді қойдық. Енді мына тексттерді қойып шығайық. Қазақстан Республикасының мына осы лицензия туралы ақпаратты көшіріп алайық. Болмаса, бұны бүйтіп алайықта размерін кішірейтейік. Мәтіннің және жаңа бағана әдіс бойынша текст вдоль путиді басайық. Міне мына жерге келді. Қарап отырсаңыздар, бірінің үстінен бір айқасып кетті. Ол үшін шеңберде мәтіннің размерін үлкейтейік, кішірейтейік. Енді қатты кішірейіп кетті. 11 жасап көрейік. 11 болады екен. Анау мына астындағы орысша мәтінді де дәл солай көшіруге болады. Мен мынаны өзім көшіре салайын. Копировать етіп қойайын. Текстіні дәл осыны тағы мынаны мен бөліп тастайын. Ctrl-K арқылы бөлініп тұр ма? Бөлініп тұрған жоқ. Ctrl-K арқылы бөлейін. Бөлінді ма, көрейік, түсін бояп. Боялды. Бөлінбепті әлі. Қазір мен бөліп тастайын. Ctrl-K. Міне бөлінді. Енді бөлінді. Мұнан тағы да аламыз. Текстқа басамыз да, текст вдоль пути басамыз. Міне ішіндегі текстті. Дәл осылай. Размерін байқап отырсыздар, біріне бір айқасып кетті. 10-ды басайық. 10 келіп тұр екен. Бағанағы әдіс бойынша мына жердегі жұлдыз шағын қоя салуға болады. Міне. Түсін боя салайық. Жақындатып. Мұнаны да осында көшірейік. Кішірейтейік. Түсін бояйық. Алыстан көрейік. Мына бояған кезде мен бөлгем жоқ, сондықтан шеңбер боялып кетті. Артқа басайын. Мынаны мен бөліп тастам керек. Ctrl-K арқылы бөлінді. Енді бояп көрсем. Міне боялды. Енді қараңыздар, мен мынаны кішкене үлкейтейін шеңберді. Бізде жеке нотариус деген сөздер бар екен. Осыны мына жаққа дайындап қойдым ғой мен. Осыны көшіріп алуға болады. Текстқа кіріп, текст вдоль пути. Таңдайсыздар. Шрифттің размерін кішірейтейік, 9 деп алайық. Бізде фамилия, отчество дегенде сыйу керек екен. Оны біз нерден басып шетке тартуға болады. Бұл жерге келгенше осыны қойық. Кішкене мына екі шеңбердің ортасына теңестірейік. Атсындыра көсайық. Қатты жақын болып қалмасын. Міне. Және бағана әдіс бойынша Ctrl-K арқылы бөліп тастайық. Тағы да бояйым. Енді фамилия деген сөзді қояқ шеңбердің бойымен.
размерін оң қылайын. Текстқа кіреміз. Текст вдоль пути. Мен мына жерге қарап отырсам, мына жердің үлкендеу екен шрифтісі. Үлкен және арасы ашық екен. Мен бағана әдіс бойынша горизонтально, вертикальный түрде зеркальт етемін, және де ол ішіне кіріп кетеді. Оны мен сыртқа шығарамын. Міне былай қой шығардым. Және инструмент форма агремінді сол кезде бізде мына жақтан былай вертикальный және горизонталь түрде созға болады деп шығыпты. Соны қолдансақ, міне қарап отырыңыздар, мен тарттым. Арақашықтарым интервалын бәрін ашып берді. Тағы да басқа болады. Және Ctrl-K арқылы тағы да бөліп тастаймыз. Шеңбер мен текстің арасын. Оны неге десеңіздер, жеке-жеке болып тұру үшін. Өйткені біз шеңберге байлап жатырық қой. Шеңберден қайтан үзуіміз керек. Міне мынаның контурын берейін. Осы түспен бояйын. Мынаның контурын алып тастайын. Мына жерде ішкі шеңбері қалыпты, оны гербтің жаңы бұны да бір деп белгілейік. Түсін бояйық. Сол кезде бізде міне мынандай осындай мөр шықты. Көріп отырсыздар ғой, айырмашылығын қатты бір қарасаңыздар ғана байқайсыздар. Және мына жерде екі тал сызық тұр, екі тал шеңбер, оны мен жасағым келмеді. Ол артық болады, печатта мүлдем көрінбей қалады. Міне осы әдіс бойынша осындай печать, яғни мөрді жасауға болады. Міндетті түрде тіркеліп кетіңіздер, лайк басыңыздар, енді достарыңызбен бөлісіңіздер. Сіздерге пайдалы болды деген ойдамын. Жақсы, сау болыңыздар.